Barşаңызға қайырлы күн. Біз бүгін сіздермен дәл осылай нарын жасайтын боламыз. Арнама жаңадан қосылған жандар болса, тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыра кетулеріңізді сұраймын. Ең алдымен отқа етімізді қойып алатын боламыз. Етіміз қайнап шыққаннан соң дәл осылай көбігін, бетіндегі көбігін сүзгішпен сүзіп алатын боламыз. Етімізді байы отқа қойып, ендігі жерде қамырымызды илеп жатқызатын боламыз. Ол үшін қажетті заттарды описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Қамырымыз дәл осылай орташа тығыздықта, не қатты, жұмсақ болмай, орташа тығыздықта шығуы қажет. Иленген қамырымызды жарты сағатқа тындырып қоятын боламыз. Июі қанған қамыр жаюға ыңғайлы болады. Енді қамырымызды жаюға кірісетін боламыз. Менде осындай үлкен суалақ қамыр шықты. Үйдегі адам санына қарай қамырды үлкен-кіші етіп жаюға болады. Мен осындай үлкен етіп жайдым. Менде осындай үлкен көлемді қамыр шықты. Қамырды қатты жұқа етпейміз, себебі нарынның қамыры сәл қалыңдау болған жөн, жаңағы кескенге ыңғайлы болады. Қамырымызды дәл осылай кесіп шығатын боламыз. Мен осылай үлкен етіп кестім. Қайнап жатқан сорпамызға қамырымызды дәл осылай салып қайнатып алатын боламыз. Сорпаны мен сүзгіштен бір өткізіп, сүзіп алдым. Және де қажетті сорпаны жаңағы құйып алдым. Себебі еттің дәмі бөлек, шыққан сорпаны құйып алған жөн. Және де қалған сорпаға қамырды осылай салып алдым. Жаңағы сүзіп алған қамырларымызды осылай жайып шығатын боламыз. Қамырларымыз кепкеннен соң біртіндеп майлауға кірісетін боламыз. Майланған қамырларымыз кесуге ыңғайлы болады. Себебі аралары жабыспай, жаңағы нарынның әдемі шығуына жаңа көмегін тигізетін болады. Қамырларымызды дәл осылай кесіп шығатын боламыз.
келесі кезекте еттерімізді дәл осылай майдалап турап шығатын боламыз. Сәндікке сәбізді де салдым. Жаңағы нарынға сәл түс беретін болады. Балаларым ұнататын болғандықтан картопты да салдым. Картопты салуға да салмауға да болады. Міне, менде дәл осылай керемет нарын шықты. Арнама жаңадан қосылған жандар болса, тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетулеріңізді сұраймын. Дәл осылай жасап көруге кеңес беремін. Назарларыңызға рахмет. Қош, сау болыңыздар.